Кейде бәрі бір сәтте өзгеруі мүмкін. Барлығын жоғалтқандай болып көрінеді, және өмірің бұрынғыдай болмайды. Ал қолдау табу үшін көп күш жұмсау қажет. Медициналық анықтамалар мен құжаттардан тұратын бір бумақ қағаз жинау керек. Дәрігерлердің кабинеттерін аралау, кезектерде тұру, және бірнеше мемлекеттік мекемелерге жолығу. Бұл үшін онсыз да таусылуға қалған көп күш пен уақыт қажет. Бірақ барлығы өзгерді. Азаматтар өздеріне қажетті қызметтің барлығын бір ғана медициналық мекемеден алуға тиіс. Осы жобаны биылғы 1 шілдеден бастап сынақ ретінде, ал 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап толыққанды жүзеге асыруды тапсырамын. Енді адамға өзі тіркелген емханаға жүгініп ем алу жеткілікті. Және дәрігерлік консультациялық комиссия шешім шығарғаннан кейін мүгедектікті сырттай белгілеу үшін жеке деректерді өңдеуге келісім беру қажет. Емдеуші дәрігер бір жұмыс күннің ішінде тексерулердің барлық нәтижелерін электрондық түрде қоса отырып 031 нысанын дайындайды. Бұл деректер интеграциялық қызметтер арқылы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық жүйесіне түседі. Тексеру сәтті болған жағдайда автоматты түрде медициналық әлеуметтік сараптама сарапшыларына таратылады. Ем-шара нәтижелері сырттай сараптама өткізу үшін түседі. Сонымен қатар барлық жеке деректер жасырын болады. Сондықтан медициналық құпия сақталады. Комиссия мүшелері шешім қабылдайды және оны электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырады. Науқас сараптама нәтижесі туралы хабарламаны және барлық қажетті құжаттарды алады. Барлық маңызды хабарламалар SMS арқылы келеді. Әлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы арқылы қажетті оңалту құралдарын таңдауға болады. Азаматтар кабинеттерді аралап жүрмеу үшін барлығы автоматты режимде өтеді. Оңалту қызметтері мен құралдары мемлекет есебінен көрсетіледі. Техникалық құралдар үйге жеткізіледі. Бұл сіздің өміріңізді шынымен маңызды нәрселер үшін босатады. Біз қолдауымызды қажет ететіндерге қамқорлық жасаймыз.